Эркебулан мен Марсельдің бойы тағы да болмай қалуы мүмкін. Марсельге тағы не болды деп ойлап қалмаңдар. Мәселе Марсельде емес, Эркебуланда болып тұр. Себебі құлағымды жуып тыңда. Жекпе-жек 70 килограмм дейінгі салмақ дәрежесіне жоспарланған. Марсель таразда 70 килограмм көрсетіп тұр. Ровно 70 килограмм. Ол өзін дайын жоғары деңгейде екенін айтты. Ал Эркебуланға келсек, жағдай сәл қиындау. Оның салмағы 80 килограммдай болып тұр. Былай қарасан, Марсель екеуін былай салыстырсан денелерін, көзге Эркебулан ірі болып көрінеді. Дәу болып тұр да. Эркебулан салмақ қуу үстінде бар күшін салып жаттығып жатыр. Орызда ұстап жатыр. Жекпе-жек Ереванда 28 наурызда өтеді. 20 күн қалды. 10 күн өтсе, 10 күн қалады. Ал сіздің ойыңызша Эркебулан салмақ тастап үлгере ме? Комментария жаз, лайк бас және подписаться басуды ұмытпа. Оп! Олыс, тегіс!